ChatGPT досым, мынандай мақал: тәнім жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деген мақал бар. Соны қалай түсіндіресің? Бұл өте терең мағыналы, рухани мәні зор мақал. Тәнім, жанымның садағасы, жаным арымның садағасы деген сөздің мәні адам үшін ең маңыздысы. Ар-ождан, намыс, адамгершілік екенін көрсетеді. Тәнім жанымның садағасы, яғни жан үшін тәнді құрбан етуге болады. Адам тәнін, яғни денесін сақтау үшін барлық нәрседен бас тартпайды. Керісінше, жаны үшін қажет болса, тәнін құрбан етуге дайын. Мұны батырлардың ерлігі арқылы көруге болады. Олар елін қорғау үшін жанын қиюға да дайын болған. Жаным арымның садағасы. Бұл жерде ар-ождан бәрінен жоғары тұратынын көрсетеді. Егер ар-намысты сақтау үшін жанын беру керек болса, оны да құрбан етуге болады. Яғни адам өз арын, намысын таптатып, масқара өмір сүргенше, ерлікпен өлімді таңдағаны абзал. Бұл мақал біздің ата-бабамыздың намыс пен арды бәрінен жоғары қойғанын, қайрат пен адалдықты өмірдің басты қағидасы санағанын көрсетеді. Яғни адам тәні үшін емес, жаны үшін өмір сүреді, ал жаны ар-намысын сақтай алмаса, ондай өмірдің құны жоқ деген ой жатыр. Қысқаша айтқанда, адам ар-намысын жоғалтса, оның өмірі мәнсіз. Осы қағиданы ұстанған халық ешқашан азбайды, ешкімнің алдында басын имейді. Көп рахмет.